Мысықтар тұқымдасының шығу тегі. Мысықтың қашан пайда болғандығы туралы нақты ақпарат жоқ. Бір нұсқа бойынша фалилдердің ортақ атасы 6-7 миллион жыл бұрын Азияда өмір сүрген, ал екінші нұсқасы бойынша 10-15 миллион. Отбасының алғашқы өкілдерінің бірі жолбарыстар, ягуарлар, арыстандар, сілеусіндер, гепардтар. Алайда олардың пайда болуының алдында миллиондаған жылдар эволюциясы болған. Ғалымдардың пайымдауынша барлық жыртқыш жануарлар, соның ішінде сойыл, ит және мысық тұқымдастары миотиттер деп аталатын жыртқыштар тобынан шыққан. Зерттеушілердің айтуы бойынша ұзын аяғы мен құйрығы бар прайурус деп аталатын жартылай мысық 40 миллион жыл бұрын пайда болды, ал 15 миллион жылдан кейін мысықтар отбасының типтік белгілерінің көпшілігін иеленген жалған айлур пайда болды. Жақтың, азу тістердің және лаптардың құрылысы. Жабайы мысықты қолға үйрететін адам. Жіктелімдердің біріне сәйкес үй мысықтары кішкентай мысықтардың кіші түрлеріне жатады. Оларға дала мысықтары, джунгли мысықтары, құм мысықтары, еуропалық орман мысықтары және т.б. дала мысық, басқа атаулары дала ала мысық, шамамен 173 мың жыл бұрын еуропалық жабайы мысықтан бөлінген. Азия, Қазақстан, Закавказье және Африка далаларында өмір сүретін бұл жануарды бір қарағанда түсі мен өлшемі ұқсас болғандықтан қазіргі үй жануарлармен шатастыру оңай. Алғашқы үй мысықтары шамамен 10 мың жыл бұрын таяу шығыста осы кіші түрлерді қолға үйрету нәтижесінде адамдар отырықшы өмір салтына көшіп, алғашқы ауылшаруашылық елді мекендерін құра бастаған кезде пайда болды.